Жағастарлық уақиға видеоролик тұрсында толығырақ мәліметке ие болды. Қаласаңыз видео төмендегі бір ғана лайк және подписывайтесь етемелерін баса кетуді ұмытпаң. Алғында біз бастадық. Алматының әуежайында белгісіз адам өзін-өзі өртемек болған. 25 тамыз болған уақиға. Алматы әуежайының терминалдық ер адам өзіне-өзі от қойған. Полиция қызметкерлері мен қауіпсіздік қызметі өртті сөндіріп, зардап шеккен адамды ауруханаға жеткізді деп хабарлайды Turkistan.kz порталы. Бір туралы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі растады. 2025 жылы 25 тамыз күні сағат 22:06-да Алматы қалалық әуежайының Т1 терминалдық ер адамдар касса маңында өзін-өзі өртемек болды делінген хабарламада. Аталған жағдайда байланысты полиция қызметкерлері әуежайдың қауіпсіздігін қызметін бірлесіп шұғыл қауіпсіздік шараларын қабылдаған. Өртті сөндіріп, жедел жәрдем шақырған. Дәрігерлер ер адамды қалалық ауруханаға жеткізді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.